Биыл жазда Талдықорған қаласында 500 адамға арналған заманауи емхана іске қосылмақ. Сонымен қатар жастар паркі жасыл желекке оранып, автоматтық суару жүйесімен қамтамасыз етіледі. Бүгін облыс әкімі Бейбіт Исабаев Жетісудың бас шаһарын аралап, әлеуметтік құрылыс нысандарының жұмыс барысымен танысты. Өңір басшысы қолға алынған жобалардың сапасы мен мерзімінде аяқталуына ерекше назар аударды. Талдықорғанда жаңа емхананың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. 500 адамға арналған. Қазір нысанның 70% аяқталған. Ішкі әрлеу және сылақ жұмыстар толық біткен. Электр және сантехникалық жүйелер орнатылып, іске дайын тұр. Терезелері қойылып, ғимараттың сыртқы қасбеті де бітуге таяп қалды. Келер аптада абаттандыру жұмыстары басталмақ. Өңір басшысы Бейбіт Исабаев құрылыс барысымен арнайы танысты. Оның айтуынша, мұндай әлеуметтік маңызы зор нысандар халық игілігіне мінсіз күйде тапсырылуы тиіс. Емхана ғимараты дайын болған сәтте жаңа үлгідегі медициналық қондырғылар жеткізілмек. МИД деген компания бар, медицинский инновационный технология деген. Сол компаниямен келісім шартымыз бар. Сол келісім шартқа байланысты солар бүкіл МРТ, КТ, УЗИ аппараттарын бәрін сол кісілер подставлять етеді бізге. Жұмыс орындары олардың бәрінікі дайын, қазір өздерінікі келіп қояды олар. Биылда Талдықорғанда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілуде. Сөзіміздің бір дәлелі Бірлік ықшамауданында салынып жатқан нөмірі 30 және 31 көпқабатты баспаналар. Жалпы бұл нысандарда 170 пәтер қарастырылған, жуырда пайдалануға берілмек. Аймақ басшысы әлеуметтік кешенді мұқият аралап, құрылыс сапасына ерекше назар аударуды тапсырды. Әсіресе пандустардың талапқа сай болуы мен тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру мәселесіне көңіл бөлді. Сын ескертпелерін де айтты. Ескерту ол малярный жұмыстардан, ол кішігірім жұмыстар. Күн бойынша 1-2 күн ішінде бітеді ол жұмыстар. Оны біз тез устранить етуге тырысамыз. Сонымен қатар өңір басшысы Ынтымақ ауылындағы 5 көпқабатты тұрғын үйдің құрылыс алаңында болды. Мұнда 130 адам еңбек етуде. Жоспар бойынша нысанды қыркүйек айына дейін аяқтау көзделіп отыр. Биыл білім инновация лицей интернатының 300 орындық оқу корпусының құрылысы бітіп, сыртқы жылу желілері қайта жаңғыртылмақ. Қазір су және кәріз жүйесінің құбырлары тартылуда. 25 майда бастағамыз. Енді биыл 26-ның октябрінде аяқтаймыз. Қазір құрылыс жұмыстары, ішін әрлеу жұмыстары жүріп жатырды. Жастар саябағы алдағы уақытта қазіргіден де демалушылар үшін жайлы әрі тартымды орынға айналады. Парктың 8 гектар аумағы көгалдандырылып, автоматтандырылған үздіксіз суару жүйесі толық іске қосылады. Жоба аясында 200 текше метрлік су жинайтын 2 резервуар қарастырылған. Уақытымыз қыркүйекте 9. Біз оған қарамай енді ертерек мына жаз уақытында бір шілдеге дейін бітірек деп жоспарымыз бар. Енді бұйырса соған дейін ертерек бітіреміз. Мына насостарымыз бар, агрегаттарымыз бар. Шетелден келетін сол кішкене 15 маусымды бірақ келейін деп отыр. Аймақ басшысы саябақты аралап, келушілердің жақсы демалуына барлық жағдай жасау керектігін тапсырды. Сонымен қатар алаңдарды ретке келтіріп, абаттандыру жұмыстарын сапалы әрі жүйелі түрде жүргізу қажеттігін атап өтті. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.